Асея бренд. Өзім бұл брендпен алғаш рет танысып жатырмын. Бізге тез жиналу керек, сондықтан тез түсіреміз. Бізде осындай босоножка. Біздің образымыз толық дайын. Асея ательесі. Маған қатты ұнады, өйткені сапасы, тігісі, өзімді супер комфортно сезініп тұрмын. Қыздар да айтып жатыр ғой, мә, сізге құйып қойғандай деп. Нұржат, сен жаңа қалай дедің, қалай болып тұр дедің? Андай бір дорого, богато көрініп тұр прям. Қасиетті каникул кезінде оқып жүргенде, кішкентай кезінде ауылға барады ғой. Ауылға барғанда қойдың құмалағын мейіз деп жеп қойған. Жаным, апай, айтылатын нәрсе болады, айтылмайтын нәрсе болады. Зияда сен тиктокта енді хит қой мына. Қойдың құмалағы. Жаным, апай, біраз сигарет ашпай тұрған кезде жайғасайық. Көке, танцевание корейцы. Короче, кетіп бара жатырмыз. Маманы аэропортта күтіп алу керек. Примерно уже 15-20 минутта жетіп бару керек тұр ғой. Асар как раз оянды. Bir saatten аса оянып ұйықтады. Мына апасы. Маманы o'sha yerda mama. Оппа. O'tiraver. Қалайсыз, мама? Жақсы амансыңдар. Қалай жеттіңіз? Қалай ұшып келдіңіз? Тез ұшып келдік. Ма, тез келіп қалдыңыз, мама, иә? 1 сағат 15 минут. Достар, всем привет, қалайсыздар? Блин, меніңше ең үлкен минустардың бірі, мен капец пунктуальный адам емеспін, прям пунктуальный адам емеспін. Блин, всегда, вроде бы ерте шықсам да, өмірі всегда кешігіп жүремін, не үшін екенін білмеймін. Қазір косметологқа сағат 2-ге жазғам, сағат уже 3 болды. Ұят болды негізі. И то андай адресте ауысып кеткен ғой. Сонымен деген білмеймін, ырғалып жоғалып жеткенше сағат 3 болды, ұят болды негізі. 3-ке жазыла салым керек. Сондай. Білмеймін, бұл кім, мен сияқты адамдар бар ма? Пунктуальный емес адамдар бар ма? Пожалуйста, сен жалғыз емессің деп жазып кетіңіздерші маған. А то өзімді жаман кінәлі сезініп кетіп қойшы. Дұрыс келдім ба, өзі еще таппай жатырмын ана нені салонда. Баршаларыңызға негізі менің бүгінгі күнім прям жайттарға толы болды. Түн желетіп, шынымды айтсам, Қарғосқа шығып кеткеніміз бар. Одан кейін түске дейін Алматыға әрен дегенде жанталасып жеттік. Және енді бүгін менде негізі андай болады ғой, мен бүгін демалам, тыныш отырам деген сияқты бір режим болды. И сол сәтте мен енді бір адамға қатысы қонақ келіп тұр, адам келіп тұр дегенде өзім мүлдем ойлаған жоқпын. Ол маған енді бірінші сюрприз болатын болса, жаңа айта өткендей, екінші сюрприз сондай құнды сыйлығы болды. Өтірік айтпай қояйын, өмірімде енді құнды сыйлықтарды алып көргенмін. Бірақ мен ойлаймын, әр нәрсенің өзінің уақыты болу керек. Енді эфирде де айтқанымдай, сондықтан қабыл алмадым. Кейбір жандар қабыл алуың керек еді деп ұрсып жазып жатқандар бар. Сіздерге рахмет, мен ойлап жатқандарыңызға. Бірақ мен өзім үшін сол нәрсені дұрыс деп санадым. Жалпы кез келген қыз бала құнды сыйлықтарға, бағалы дүниелерге өте лайықты, және де өзін құрметтейтін қыз әлбетте бұндай сыйлықтарға өте қуанышты болады. Және қазіргі таңда енді санақ жүргізбей, шынымен шын жүректен беретін ер азаматтар, санаспайтын, шынымен мейірімді, кен жандар көп емес. Мен ол нәрсені түсінемін. Сондықтан дәл сондай мейірімді, қолы кен жан келгеніне мен де қуаныштымын. Бірақ ең бастысы ол емес, бірімізге деген ашылуымыз, ары қарай танысуымыз. Сондықтан енді біз бұған дейін тек қана дос болып араласқандықтан мен ол тұстан мүлдем қарамадым. Енді бұйырса сол тұсқа қарай бет бұрып, мән беріп бірімізді танып көреміз. Және де мен қуаныштымын. Алла, менің бір адамдарым бар ғой, біреуді ұрып кету, теуіп кетуге мастер. Түсіндіріп кетейін, мына менің машинам 70-ті білесіздер. Алдында айтқан болатынмын, четкий қылып пленка жапсырам. Цвет айтпай-ақ қояйын. Так вот, мен адамын таптым, ол Ерлан братан. И бір проблема болып тұр, еркелеп тұр да. Әділет, мен уақытым жоқ оны жабыстыруға, іште балдар бар дейді. Мен не істеймін іштегі балдарды? Братан, сен өзің білем да қалай жасайтыныңды, четкий, на совесть, мықты жасайтынды. Так вот, қазір Инстаграм қалдырам. Жазып жіберіңдер. Братан, қумай шиш. Өзіміздің бала ғой, ұпычок қой. Қайырлы кеш барлықтарыңызға. Қалайсыздар?
Короче, есіктің мына замогы сынған болатын. Бұны алдында жөндеген болатынбыз. В общем, бір айдай ма, 2 айдай ма, в общем, жөнделіп тұрды. Сынып қалған болатын. Короче, отпечаток істейді, бәрі істейді. Мынау ручка сынып қалған. Енді, короче, новый келді. До конца ғой, короче. Ананы істеп көрдік. До конца жөндейтін жерін бәрін жөндеп көрдік. 2 айға созылды. Болмағаннан кейін енді басқасын салайық деп жатырмын. Так. Міне, ондай екен. Сосын мынаны өте тиімді бағада алдық. Оказывается, іздеп қарасаңыздар арзан жерлер бар екен. Есік келдім, болттар ұзын болып шықты өзінің. Сосын бұл жерде мынандай бар екен, біле жүріңіздер. Мына жерде болттың өзінің патайлары болады екен, мынандай көріңіздер, выемкасы. Мына жерде де жаңа болды. Мына кусогын мен мысалы кесіп алып тастадым қазір. Мынау енді қысқарды. Мынандай бар, екеуін де қысқарттым. Мына жерлер басын кесіп тастадым, көрдіңіздер ме? Короче, біле жүріңіздер дегенім ғой.